Қымыз ішіп, қазы қарта, ет жеген бұл қазақтың күні тойсыз өтпеген. Бірін-бірін батыр дейтін елден біз, досы түгіл дұшпанында сөкпеген. Пейілінен, пейшесі аңқиды, көрген тойың бола берсін көппенен. Тойдыманға құмарғылық қазақпыз, адалдықтың алдына біз беттеген. Сабыр сақтап, сөз тыңдандар ендеше, азан болсын естігендей Меккеден, тапқаныңда тойға шашқан ағайын, бұл дүние ешкімге де жетпеген. Ассалаумағалейкум ағайындар, босағасынан бағырсы кетпеген. Той құтты болсын баршаңызға ардақты ағайын. Мәрекелді рахмет, бүгін міне алтының асылындай, қаншаның қасығындай, биіктаудың жасынындай, жарқылдаған, қасықтап жинаған дүниелерін далаға емес, алтындай біздің қымбатты Нәбира анамызға және бүгінгі керемет қуаныштың төресі сүндет той дейтін болса, арсландай баламызға шақшуға тартынбаған той төрелері, дастархан иелері, бүгінгі қуаныштың төрелері, жаны селінен тараған нұрландай асылаған менен, гауһардай ару жеккен бастаған, Жағалбайлы елінен тараған қымбатта Фарида анам қоштаған той иелеріне той құтты болсын деп, бір қосып қошемет танытып қойыңыздар ардақты ағайын. Қазақта керемет бір сөз бар, екі дүниең абат болсын, қос тойың қабат болсын дейді. Қос бірдей қуаныштың куәсі болып, әдемі шаттыққа бөленіп жатсақ, барша ағайын қосылып бүгін міне тасылып отырсыздар, той кейіпкерлерін көруге асығып отырсыздар. Әрине алғашқы қуанышымыз Нәбира анамыздың кереметтей қос 45 жасқа толып жатқан әдемі қуаныштың куәсі болса, алдыменен Нәбира апамызды ұл қыздарыменен, құндыздарыменен, немере шөбере жұлдыздарыменен сіздердің көз айындарыңызға айналдырып, сән салтанатпен төбеден түскен төредей ғып шапалақпен шақырам десеңіздер, алдарыңызға қарсы алыңыздар ендеше ағайын. Аты затына сай, Арслан ұлымыз бүгін азамат болып атқа қонып жатса, болашақта қазақты жарқын келешекке жетелейтін таққа отыра берсін деп, бір қосып қошемет танытып қойыңыздар кішкенекей. Арслан, көп ақша жиналды ма? Иә. Тойдың төресі бұл сүндет той дейді. Арслан, имандықтың жартысы ол тазалықтан тұрады. Мен саған бір үш сұрақ қояйыншы. Осы тырнақты не үшін алады? Өскетпеу үшін. Шашты не үшін алады? Өскетпеу үшін. Сүндетке не үшін отырады? Өскетпеу үшін. Дұрыс айтады, нұреке әлде де үлгерісіз Құдай қаласа. Біраз ақша жиналды енді, ақша берген осы тәтелеріңе, ағаларыңа, әпкелеріңе, жеңгелеріңе бір ауыз сөзің бар шығар, е? Мен бүгін мұсылманмын. Айтамын. Мұсылман болған жақсы екенін айтамын. Берген ақшаларына рахмет. Министр болғанда қайтарам. Дұрыс айтады, шапалағырып қойыңыздар тағы да. Құдай ауызына салып жатқан шығар. Құдай қаласа, Алла алдын ешкім не болатын білмейміз. Министр болып жатса, ей, сен бесік тойыңа, сүндет тойыңа деп, Құдай қаласа, есігін теуіп кіріп бара жатасыздар. Бір қосып қошемет танытып қойып, ортаға мен ер нағашыға тартады деп, қымбатты жеңіс тағасын жиенін аттан жерге түсірмей, аяғын жерге тигізбей, аттан түсіріп алып кәнекей, жеңіс нағашы қайда екен? Жиен нағашыны тартады деген осы ардақты ағайын. Ай, бәрекелді. Бір әулетте бір баланың сүндет тойы болса, ол кезде бүкіл әлемнің мұсылмандары қуаны деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті көбейді деп қуанышқа кенеледі екен. Бір қарағанда қыс болып,
бір қарағанда қыз болып билеген біздің Дариға шоу би тобының қыздарына бір қосып қошемет танытып қояйық ағайындар. Рахмет, қазақтар ағайын. Енді бойыма қуат берсе тақсыр алудан сөз шығар тіл жебедей тасты жарған деп, міне атымнан айналайын нағашылар, әрқайсының өзіне лайық бағасы бар. Балдарыңыз нағашыға тарта берсін, оларға кімнің қандай таласы бар. Ендеше сөз берейік нағашыға, осындай асыл жандарды табасың ба? Нар тұлғалы нағашылар той төрінде, тойға келген ағайындар арасында деп, қазақта тау басында долана, баспайды оған жолана, жекжатың жақсы болғанмен нағашыңдай болама дейді. Осы әулеттің Алланың алдында бәріміз бірдей болғандықтан, барша нағашыларым бөле жармай тойдың төріне шақырсақ деп тұрмыз ардақтағы ағайын.